Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Қазір кездерде қызу талқыланып атқан Нұрсұлтан Назарбаевтың Кремльге барғаны, Путинмен бірге отырғаны, сонымен сыбырласқаны, сыбырлап жағы ешкімге ештеңе білдірмей жүргендігі, бұл жұмысы істері қатты қызу талқыға түсіп талқыланып жатыр. Мен айтар едім, бұл Назарбаев біздің қазақ елі үшін өте қауіпті адам. Бұл президент болып жүрген кездерде, 30 жыл президент болып жүрген кездерде қазаққа кім екендігін көрсетті. Бұның бет пердесі қазақ үшін ашылған адам. Бұның кім екендігі қазақ үшін өте мәлім адам да. Мен бір ғана несін айтып кетейін. Бұл жақсы өмір сүру үшін, жақсы жағы қалтасын толтыру үшін ештеңеден аянбайды. Мысалға, өзі заң шығарды, өзі президент болып отырған кездерде адамды сатуға болмайды. Бұл егерден бұның үлкен бір осы қылмысы үшін, бұны қамау керек еді. Адам сату бабына бұл өте қатты қол ұрды. Неге дегенде, өзіміздің жас кішкентай нәрестелерімізді шетелге $10,000 сатты. Сөйтіп қомақты ақша қылып, сарай екеуі жақсылап, алшаңдап, талтаңдап өмір сүрді. Сол ақшамен әлі күнге дейін өмір сүріп жатыр. Ал енді шетелде қазақтың қыздары өздері жапа шегіп, өздері қиыншылық көріп, 13 жасар қыз біреулерге қатын болып, 13 жасар бала біреуге бір қатын оны байғып алып, сондай жапа шектіріп, көбісі сойылып та кетті, көбісі запчастьтен сатылып та кетті. Бұл жас нәрестелердің көз жасы Назарбаев үшін үлкен бір қылмыс. Бұған әлі ешкім қылмыс ашпай отыр. Бұны сатып жергендік үшін, сояқта мінекей көп біздің кішкентай жас нәрестелеріміз өмірді көрместен сойылып кеткендік үшін, немесе жағдай біреулер оны 13 жасар қызды қатын қылып алды деген не? Біреулер, енді мен сені бақтым, үлкейтті, мен сен мені қатын боласың деп бір шетелдік біреу Назарбаевтан сатып алып кеткен қызды қатын қылып алды. Бұл өте қауіпті адам. Біздің мемлекетіміз үшін, біздің қазағымыз үшін қауіпті адам. Бұны талтаңдатпай, бұны алшаңдатпай, бұны клеткаға отырғызып қою керек. Шекте ондайымды қылмау керек. Бұны президенттік статус тастап, клеткаға отырғызып, бұны түрмеден шығармау керек. Түрмеде отыру керек бұл.